мысалы машина тұратын болса, мысалы сол кезде анадай оныкі дұрыс емес болатын болса да, сол кезде ақшамыз жоқ деп страховка жібереді. Сол ақшаны алуға. Мен кейбір ғалымдардан білгенім сол, ол жақсы емес. Себебі бұл біреулердің ақшасына істетіліп жатқан дүние. Сен страховка қанша тұрады қазір? Орташа 30 мың. Машинең жөндеу қанша тұрады? Мысалы миллионға шығып. Көрдің ба? Сен 1000 бересің де 10 мың аласың. 100 мың бересің де 1 миллион аласың. Бұл бір жақтан құмарға ұқсайды. Сол үшін адам абзал ондай нәрселерге кірмеген жақсы.